Жалпы бірінші мамыр кішкентай кезімізден келе жатырған енді парад дейміз ғой біздер деген. Бүкіл халықтың, өнер адамдар және де басқа іс кәсіпкерлердің адамдар бүкіл әлем дейміз енді көріп жатырған халықты осы жерден бір тұтастай бір сахнаға шыққан күн деп ойлаймын өзіме. Және де ынтымақтақ, бейбітшілік, бір тұтас халық екенімізді осы күні білуге болады. Кого вы сегодня представляете? Мы представляем татаров, татарскую культуру. Что для вас значит 1 мая и как вы его отмечаете? День дружбы, день единства. Все народы как бы собираются. У нас Казахстан, как бы дружный народ, страна. И мы как бы отмечаем все вместе, все народы вместе. Под единым штраком. Да. Отан үлкен, Қазақстан туған ел. Отан елдің анасы, отан жердің анасы. Бақытты ғой дәлмендей, тәуелсіз ел баласы. 1 мамыр дейтін біз үшін осы Қазақстан халқының бірлігі күнін білдіреді. Өйткені бізде Қазақстанда көп халықты мемлекет болғандықтан бізде осындай мейрамдар аталып өтуде. Сонымен қатар бізде дейтін осы қазақ елінде көптеген ұлттар, соның ішінде орыстар көп тараған бізде дейтін, және де Кавказ тілдес, ұйғыр, өзбек, қырғыз бәрі тұрып жатыр. Сондықтан бізде дейтін осындай мейрам аталып өтілуі өте орынды деп ойлаймын. Өйткені халық арасында ешқашанда намыс қойлық болмау керек. Өйткені біз дейтін ондай неден аулақпыз, намысшылдықтан. Өйткені қазақтар дейтін осындай мерекеде біз бірлігімізді, халықтарға арналған арамызда махаббатымызды, достығымызды білдіреміз. Осы 1 мамыр күні соған арналған мейрам, және біз оған атсалысып жатырмыз. Осы салтты сақтауға, дәстүрді сақтауға атсалысып жатырмыз. Орал қаласының еріктілері. What is your name? My name is Paulo. And Marco Polo. Marco. So, where from? We are from Portugal. You also from Portugal? Yeah. So, do you know about the 1st of May of our holiday that we are celebrating now? I think it's the same in Portugal. It's the day of the labor or not? A day of the labor, and the people there celebrate with not like this dimension that you have here. They made it an holiday. They go to the beach or where I come from, because we are a country of coastline, and go to do picnics. Not do this like you do it here. And your wishes? I wish for all the countries in the world peace, love, labor, and the best of luck. Not war. Okay. My English is bad. I speak French. Oh, maybe you will speak French? Yes. Then maybe some wishes on French? En French. Diz desejo em francês que é que tipo. De la paix, de l'amour pour tout le monde. And The peace and love in the world. It's the same. And something on Portuguese. In Kazakh, Vodka. Davaricha. Spasiba. No. I don't know anything in Kazakh. 1 мамыр құтты болсын. Very difficult. I don't know. 1 мамыр құтты болсын. Ashram Maktoz. Yeah, that's right. No, Repeat. I can't pronounce that. Sorry. Oh, I don't. It's difficult for me. Sorry.